Ерсұлтан, сабақ оқып отырмын ғой. Жарайды, сабақ оқып болғаннан кейін сенімен ойнаймын. Мам, эссе жазуға көмектесші. Тақырып қандай? Ұлтаралық татулық. Тақырыпты дым түсінбей жатырмын. Кәусар, алдымен бұл эссені жазбас бұрын біз тақырып түсініп алайық, иә? Мысалы, ұлтаралық татулық дейді. Татулық дегеніміз не? Мысалы, өзің қалай түсінесің? Ол достық, өзара. Дұрыс. Мысалы, жаңа саған Ерсұлтан ойнайық деп келген кезде сен ашуланбай, оған жағдайдың түсіндіріп, ол күтіп жатыр қазір сен сабақ біткеніңді. Екеуің өзара татусыңдар, иә? Ал енді ұлтаралық татулық деген ол ұлттардың арасында. Мысалы, біздің көршіміз Вера, кәріс қыз. Мысалы, сен оған түріне қарамайсың, оның тіліне қарамайсың, сен оны қатты жақсы көресің, екеуің өзара татусыңдар. Әрбір күндерің бірге өтеді ғой, екеуің татусыңдар. Мәнерлеп сырғанаудағы Оля ше, сен орысша сөйлейсің, мен қазақша сөйлеймін деп екеуің қарамайсыңдар ғой тілдеріңе. Сендер екеуің өзара татусыңдар. Бізде бұл ұлтаралық татулық. Біздің негізгі құраушы ұлтымыз міне қараш, қазақ ұлты. Және сенің орыс досың, корей ұлтынан досың бар, және басқа да көптеген ұлт өкілдері бізде тату тәтті өмір сүріп жатыр, иә, Кәусар? Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері тұрады. Тіпті Қазақстанды ұлттар лабораториясы деп те айтады. Бізде мысалға тілі басқа, діні басқа, ділі басқа деп қарамай, барлығы бір шаңырақтың астында, кейде бір дастарханның басында арқа-жарқа болып, өзара тату болып өмір сүріп келе жатыр. Ал татулық болмаса не болады? Татулық жоқ жерде, бір ұлт бір ұлтты кемсіткен жерде, немесе бір ұлт бір ұлттан өзін үстем санаған кезде, ол жерде кикілжің басталады. Ал ол кикілжің дегеніміз ол дау. Ол даудың арты тіпті үлкен өртке айналып, үлкен соғыс басталып кетуі де мүмкін. Тек ұлттар арасында ғана емес, жалпы әрбір адам арасында бір кемсітушілік немесе өзін біреуден жоғары қоюдың арты ол экстремизмге, ал оның арты тіпті терроризмге әкеліп соқтыруы мүмкін. Әлемдегі ең үлкен қауіптің бірі ол экстремизм және терроризм. Ал экстремизм қайдан пайда болады? Экстремизм ол кезінде жылулық жетпеген баладан, мақсаты жоқ, адасқан, өмірден түңілген адамнан шығуы мүмкін. Экстремистік топтар мұндайларды бірден байқап қояды, сөйтіп қатарларына қосып алып дегенін істетеді. Ал бұл топтардың мақсаты өте арам болып келеді. Адамдарды қорқыту арқылы ел ішін бүлдіру, сөйтіп елді жерді басып алу, билікті тартып алу сияқты. Экстремизмде ұлт жоқ, тіл жоқ. Сондықтан мұндайларға жол бермес үшін, мұндайлармен күресу үшін бірлесіп әрекет ету керек. Енді бәрін түсіндім, қазір эссемді жасай берейін.